Ал құрметті оқушылар, бүгін біз сіздерменен кальций және оның қосылыстары тақырыбында ашық сабақ өтеміз. Үй тапсырмасына не беріледі? Кім айтады? Үй тапсырмасына? Тапсырмасына кальций туралы зерттеп көрсетеді. Жақсы, тамаша. Яғни біздегі алдыңғы тақырыпта өткеніміз бірінші топ элементтерінің жалпы сипаттамасы, иә? Сол жөнінде кішкене ғана үй тапсырмасы жөнінде сұрап алайық. Ал қане бала, сіздің оқу әдісі бойынша кәні орнымыздан тұрып, бір-бір ұяшықты таңдап, сұраққа жауап береміз. Кәні кім бастайды? Келеміз. Кел, Ателия баста. Бірінші топ элементтерінің жалпы атауы қандай еді? Келесі. Кім келеді? Молодец, жарайсың. Инабат кел. Келесі кім? Сақпен оңай кеседі. Ал жақсы қарайық, тамаша. Жақсы балалар, бұл біздің бүгінгі үй тапсырмасы бойынша алған ұпайлардың әрбір дұрыс жауапқа бір-бір ұпайдан беріледі. Келесі бүгін жаңа тақырыбымыз екінші А топша элементтері. Екінші А топша элементтеріне қандай элементтер кіретін болды? Бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий элементтер. Соның ішіндегі ең маңызды элементтердің бірі балалар кальций менен магний. Яғни, мына жерде балалар біз жалпы екінші топ элементтерінің атом радиустарының иондалу энергиясы және олардың металдық қасиеттерінің өсу риттері көрсетілген екен. Қарап отырсаңыздар, балалар, әрбір топ бойынша, период бойынша олардың атомдық массаларының арту реті бойынша орналасқан екен. Әрекеттестіру жұмыстың барысы калий табақшаға су құйып, оған бірнеше тамшы фенолфталин тамызыңдар. Кальцийдің кішкене бөлігін кесіп алып, сүзгі қағазымен оны майдан жақсылап құрғатыңдар. Құрғатылған кальций түйірін қысқышпен абайлап суға батырыңдар. Жүректің реакцияны байқаңдар. Реакцияның нәтижесінде күлгін түсті газ бөлінді. 8-ші зертхана алушымыз екінші тәжірибе. Стаканға 2 мл тұз қышқылын құйыңдар. Оған кальцийдің түйірін салыңдар. Жүретін реакцияны бақылаңдар. Қорытынды жасаңдар. Енді балар, осының қорытындысын маған тақпа жазып беретіндер бар ма? Не түсінеді балар, айтыңдаршы? Оқушылар жаңа сіздердің көрген тәжірибелеріңіздің нәтижесіндегі түзілген реакция теңдеуін тақтаға жазамыз. Бірінші тәжірибеміз кальцийдің сумен әрекеттесуі. Яғни кім жазады? Қаршыға келе ғой. Бізде кальций ең алдымен сумен әрекеттесті. Нәтижесінде теңестіреміз, иә? Тәжірибеге қоямыз. Тамаша, керемет, жақсы. Бұл біздің балалар түсіргеніміз кальций гидроксид екен, иә? Келесі тәжірибемізде біз нені көрдік балалар? Кальцийдің тұз қышқылымен әрекеттесуін көрдік. Келе қоясыздар.
көрші жақсы. Яғни кальций хлоридтен сутек газы бөлінеді. Бұл өте белсенді болғандықтан, көрдіңіздер ме? Өте белсенді болғандықтан сутек газы бөлініп тұр екен. Осыған көңіл бөлейік. Мына бүгінгі тәжірибеден жақсы балл жинаған, жақсы рәсімдеуін жазған екі оқушыға 5 баллменен бағалаймын. 5 баллменен. Қаршыға. Енді балалар өзіміз бүгінгі мына сабақтың соңғы нәтижесінде жаңа көрген тәжірибемізді өзіміз көзбен тәжірибе жүзінде дәлелдейік. Расыма 1 минут маған көзбен қарай тұрайық. Оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымызда кальцийдің қосылыстары. Біздің айналамызда қоршаған жер қыртысындағы барлық тұрмысымызда күнделікті құрылыс материалы ретінде біз кальцийді жақсы білеміз. Не арқылы балалар? Әктас ретінде. Яғни біздің мінекей тау жыныстары минералдардың құрамында кальций, кальций, доломит, ортоклаз, көріп атқандарыңыз мәрмәр тастар, гранит тастар, барлығы осы біздің тау жыныстары минералдардың негізгі құрам бөліктері балалар. Магний менен кальцийдің негізгі қосылыстары. Енді біз бүгін сол әктастың, яғни сізде кальций оксидінің тұз қышқылыменен әрекеттесуін бақылаймыз. Және оның индикаторға әсерін тексереміз. Бұна кішкене ғана кальцийдің оксидін алып, мынау бізде балалар әктас білесіздер, өздері күнделікті тұрмыста көріп жүрген әктас. Соған тұз қышқылын құямыз. Не бөлінді балалар? Жаңа біздің айтқан қандай газымыз бөлінді балалар? Сутек газымыз бөлінді. Көрдіңіздер ме? Сутек газымыз бөлінді. Енді балалар осының индикаторға әсерін бақылайық. Мынау тұрған бізде балалар индикатор, лакмус индикаторына құйған кезімізде қандай түске боялды балалар? Малина түске боялды екен. Демек, бұның ортасы қандай орта болып тұр балалар? Сілтілік ортаны көрсетеді екен. Жаңа біздің тәжірибедегі дәлелденген индикаторымыз осы екен. Оқушылар жаңағы көрген тәжірибелеріңіз бойынша маған реакция теңдеуін тақтаға жазып кім көрсете алады? Жақсы, тамаша. Яғни біздің жаңа балалар жүргізген сабақты бекіту тапсырмасына байланысты балалар сіздерге мынандай сілтілік жер металдарын құрастырамыз. Мына формулаларды сіздерге кальций тобына, мына жаққа магний тобына. Сілтілік металдар. Сілтілік металдар. Ауысып кеткен ғой маған. Жақсы не қатасы. Так, кальций тобы сілтілік металдар. Дұрыс, барий, бериллий, кальций, магний, стронций, радий. Керемет, тамаша. Сіздерде кальций, стронций, магний, бериллий, мынау дұрыс емес сіздерде. Бір элемент шықтасқасы. Жақсы, тамаша.
Енді балалар, біз бүгін сіздерге бүгінгі сабағымыздан тәжірибелі жұмыс, яғни кальций карбонатының қышқылдармен, сумен әрекеттесу және олардың индикаторға әсерін зерттейміз. Кальций тобының құрастырған формуласы өте дұрыс, керемет. Сіздерге барлықтарыңызға 3 пайдан беріледі. Бонус 3 пайдан. Сіздерде магний қосылыстары, магний сульфаты, магний оксиді, магний фосфиді, магний керемет. Тамаша. Сіздерге де 3 балдық жүйелерін бағаламыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жалпы балалар, магний, кальций, екінші топтың элементтері бізде биологиялық рөлі бойынша макроэлементке жатады балалар. Күнделікті біздің тағамымыздың құрамында балалар магнийге, кальцийге бай тағамдар тұтынуымыз керек. Магний ол ағзада жетіспеушілігі балалар миокард инфарктінің алдын алып келеді екен. Оның қанда аз болу себебі балалар стресстің немесе шаршағандық кезеңі екен. Ол үлкен адамға күніне 300-500 мг мөлшерде қажет екен. Кальций адам ағзасында өте кең тараған макроэлемент. Ол көп мөлшерде қаңқада және тісте кездеседі. Оның үлкен адамға қажет мөлшері балалар 800 мың мг екен. Ал жас балада балалар 600-900 мг қажет екен. Кальцийдің сіңіруіне балалар аспирин, қымыздық қышқыл әсер етеді екен. Сондай-ақ ағзаның кальцийді сіңіруіне магнийді қажет екені көрсетілген екен. Яғни бүгінгі сабағымызда бар күнделікті біздің сүт тағамдары, яғни біздің ұлттық сусындарымыз, құрт, ірімшік дейміз ғой, ұлттық тағамдарымыз, соның құрамында балалар кальций менен магнийге бай екен. Және жеміс-жидектер, соның ішінде кептірілген жеміс-жидектер, бөрік, мейіз, соның құрамында магнийге бай, қара өрік. Күнделікті біз тағамымызда осы заттар тұтынып, күнделікті біздің салауатты өмір салтын қалыптастыруымыз осы магний менен кальцийдің маңызы зор екен. Бүгінгі балалар сабақта атсалысқан оқушыларға үлкен рахмет. Кімде қанша балл болды бүгінгі сабағымызда аяқтайық. 10 балл. 3 балл. 8 балл. 9 балл. 8 балл. 8 балл. 8 балл. 8 балл. Яғни бүгінгі балалар сабақта атсалысқандары бәріне үлкен рахмет. Келесі бізге үй тапсырмасы осы кальцийдің маңызды қосылыстарын оқып жаттап келеміз. Бүгінгі балалар сабақты қорытындылау мақсатында алдарыңыздағы элементтерменен сабағымызды қорытындаймыз. Түсінген түсінбегендер бар. Мынау біздің білім ағашына жапсырамыз.